Елімізде 100 мыңнан астам мүгедектігі бар бала өмір сүріп жатыр. Осы балаларға жан-жақты кешенді қолдау көрсететін жаңа заң жобасы әзірленбек. Жалпы қазір қолданыста жүрген заң 2002 жылы қабылданып, ол бүгінгі күннің талаптарына сай емес деп айта аламыз. Жалпы жаңа заңнан не күтеміз? Дәл қазір ашық алаңда талқылайық. Ұлттық арнада ашық алаң, студияда Назым Жанғазы. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, егерде осы тақырып бойынша алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде біздің эфирге хабарласып отырыңыздар. Мен студиямызға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Кенжеғұл Социалұлы, Қазақстан Республикасы президент жанындағы халықтың әлеуметтік осал санаттарының құқықтар жөніндегі уәкіл, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Кенжеғұл Социалұлы, қош келдіңіз. Нұрия Балтабайқызы, аутизм Қазақстан ұлттық қауымдастығының төрайымы. Жұлдыз Сембина, әлеуметтанушы, және Гүлмира Пармышева, әлеуметтік инноваторлар қауымдастығының президенті, психолог Серікгүл Сәли, және де біздің сурда аудармашымыз Жансұлу Алина. Қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі таңда мүгедектігі бар, мүмкіндігі шектеулі, жаңағы кемтар деген небір сөздерді елімізде мүгедектігі бар адамдарды осылай әртүрлі атаумен таныстырып жүр, жалпы. Әсіресе біздің медиа саладағы қауымдастық енді әртүрлі атауларды атап жатады. 22 жылы еліміздегі бірнеше заңға түзету енгізіліп, ондағы мүгедек, мүмкіндігі шектеулі жандар деген терминологияны мүгедектігі бар адам деген тіркеспен алмастырған болатын. Жалпы бұл өзгерістің астарында не жатыр? Мүгедектігі бар адамдарды кемсітпей, шеттетпей, қалай дұрыс атауға болады? Жалпы бізде осы орайда бір этикалық нормалар бар ма? Қалай ойлайсыздар? Енді сол саладағы азаматтардың бірі болғандықтан айтуға рұқсат етіңіздер. Негізі Совет үкіметінен келатқан инвалид деген, мүгедек деген сөз азаматтарға бір жағынан ез, бір жағынан сондай бір депрессивті сана сезгіздіргеннен кейін жаңағы көптеген азаматтар ондайдан арылғысы келгендіктен, мен де өз басым сондайдан арылғандықтан, арылғым келгендіктен, мен мүгедек емес, мүгедектігі бар азаматпын. Сондықтан біз сондай кезінде ұсындық. Мен өте қуаныштымын. Біздің әріптестеріміздің бізге дейінгі біраз азаматтар қазір дүниеден кетіп қалды. Осының басында жүрген, соны енгізген азаматтардың бірі. Негізі бұл шынымен де сіз ғана емес, бұл сұрақты қойып отқан сұрақтар өте көп, бұрыннан келетқан сұрақ. Ол дұрыс па, дұрыс емес пе, ол кезінде осы керек болды ма, керек болмас па деп қоя береді. Әлі күнге дейін ол арқайда болады. Бірақ мен өз басым осы қатардан шыққаннан кейін, мен үшін, мысалға, менің санамда мүгедек дегеннен қарағанда, мүгедектігі бар азамат десе, ол жеңіл естіледі. Мен басқа да мысалдар келтіре аламын, бірақ ол кішкене дөрекі болады да. Сондықтан ол мысалды келтірген келіп тұрған жоқ. Бірақ ол осылай. Түсінікті. Гүлмира ханым, енді осы орайда сіз енді осы әлеуметтік салада кәсіпкерлермен жұмыс істеп жүрген азаматша ретінде, осы ассоциацияның жаңағы қауымдастықтың президенті ретінде, сіз не ойлайсыз, қалай ойлайсыз? Жалпы бізде этикалық нормалар қалыптасқан ба осы орайда? Әлгі күнге дейін, қалай дұрыс айттыңыздар, жаңалықтарда, белді арналарда әртүрлі ұғымдар естейміз, осы салада. Негізі қауымдастықтан бөлек, кәсіби жұмысымнан бөлек, мен үлкен ұлым, дамуында ерекшелігі бар, 10 жаста. Негізі осы әлеуметтік кәсіпкерлікке келген себебімде осы ұлымның жағдайына көмектесу. Алғашқы ойыншықтар да үй жағдайында бір бөлмелі пәтерде шығарылды. Бұл жағдай маған 10 жыл бойы өте таныс дүние. Енді осы ұғымға келетін болсақ, маған ұнайды осы мүгедектігі бар тұлғалар деген, былай ағылшын аударғанда people with disabilities дейді ғой, соның аудармасы. Ал балаларға келген кезде children with special educational needs, то есть дамуында ерекшелігі бар балалар.
енді иә сол ұғым ерекше қажеттіліктер қажеттілігі бар балалар. Ерекше қажеттіліктер деп білім аталады. саласынан ерекше қажеттілігі бар, иә. Кейбір балалар жаңағы жүріс-тұрысында қажеттілігі бар. Сондықтан солай белгілегеніміз дұрыс. Кейбір журналистерді көремін, иә, әсіресе жаңа сұхбаттың кезінде коляскамен жүретін азаматтарға жоғарыдан тұрып сұрақтар қояды, иә. Сол өз деңгейінде отырып сұрақ қою, ол да этикаға жатады. Ол адамға деген мысалы мойын ауырады ол кісілердің жауап бергенде ше. Сондай нәрселерге бізде Қазақстанда енді елде дейік та көп мән бермейді. Енді ол кісілер ойлама, сондықтан белгілі бір блогпен оқыту керек сияқты журналистерді. Өйткені осылай отырғанда маған көп естимін жанымдағы азаматтар. Гүлнар ханым, Гүлмира ханым сияқты емес, оқыту керек деп айтар едім негізі, нақты, иә. Сіз енді әдемі сонда сыпайы сөйлеп жатсыз, ол өте жақсы, бірақ мен айтар едім, осы күнге дейін мен нақты өзім сезгенім, соңғы 5 жылда сезгенім, мүгедектігі бар азаматтарға, жалпы Қазақстан халқына, ауылда тұратын азаматтар болсын, қалада тұратын азамат, кез келген азаматқа не жетіспейді? Ақпарат жетіспейді. Ақпарат, мен мына орыстың немесе ағылшын сөздері, әдемі сөздері бар. Ақпаратты білген адам, ақпаратты билеген адам дүниені билейді, елді билейді, халықты билейді деп. Ол кезінде әлі күнге дейін бір мақал таба алмай жүрмін, қазақта ондай мақал бар дейді. Осы ақпаратқа байланысты, мәліметке байланысты. Мен айтар едім, шынымен де ақпаратты жеткізген сайын, адамға білген сайын, адамның, кез келген адамның, ол ауылда болсын, қайда болсын, кез келген деңгейде жұмыс істейтін азаматтар, ол білген сайын оның өркениеті өседі, одан кейін оның қарым-қатынасы мүлдем болады. Енді тағы бір мысал келтірейін, өткенде бір кездесуге барып қалдық та. Сол жерде жаңағы енді бір кісінің жанына келіп барлығы амандасып жатыр, ол кісінің оң қолында протез бар екен да. Содан адамдар келіп ол кісінің сол қолымен амандасып жатыр да мысалға. Бірақ ешкім түсініп тұрған жоқ, мысалы, ол оң қолын протез болғандықтан көтере алады, ол оң қолымен амандаса алады мысалға. Сондықтан да енді қарапайым адамдар оны білмейтін де шығар, бірақ білмейді деп біз енді ұрыспау керекпіз. Әрине біз енді мәдениет дейміз, жаңағы этика дейміз, сол нормаларды өзімізде дамытып айтып отыру керекпіз деп ойлаймын енді. Осы орайда мысалға әлеуметтанушы ханым, Жұлдыз ханым, сіздің ойыңыз? Енді бізде қазір қоғамда стигматизация деген ұғым қалыптасып жатыр ғой. Біз осы терминді алып қарастырғанда бірінші кезекте біз стигматизацияны міндетті түрде осы жаңағы мүгедектігі бар адамдарға қатысты қолданамыз. Себебі стигматизацияның да түрі бар ғой енді. Мысалы үшін көбінесе біз мүмкіндігі жаңағы мүгедектігі бар балалар категориясын жеке алып қарастырғанда бізге көбінесе стигматизацияға ұшырайтын ата-аналар. Яғни оны біз қайталама стигматизация дейміз. Яғни ата-аналарды біздің қоғам тарапынан айыптауларға ұшырайды. Яғни баланың диагнозын білмеген көпшілік бұқара халықтың енді бәріміз жаңа сіз айтқандай білмейді ғой, жаңа мысалы үшін сіз айтқан ситуацияда кейсте қолы жоқ болса, басқа ситуацияда мысалы үшін жаңағы аутизммен ауыратын баланың жаңағы энергиясының көптігін, жаңағы белсенділігін түсінбейді, ата-аналарын айыптай бастайды. Сіз дұрыс тәрбие бермедіңіз, сіз жаңағы дұрыс тәрбиелемедіңіз. Осы тараптан бізде қоғамда жаңағы сіз айтып кеткендей кішкене ақпараттандыруды, бізде енді қоғамдық санада бір толеранттылық қатынасты қалыптастыру керекпіз. Енді сіз жаңа енді стигматизация туралы айтып жатсыз, әлеуметтік стигматизация, ол әрине енді біздің қоғамдағы осы стереотиптерде негізделеді ғой, дұрыс қой. Енді стереотипке келетін болсақ, қараңыздар. Біз жаңа этиканы, мәдениет туралы айтып жатырмыз. Мынандай да стереотиптер бар ғой, мысалға. Егерде жаңағы мүгедектігі бар бала есік алдына келіп ойнаса, кейбіргі ата-аналар мысалға ол балаға ешкім өзінің балаларын жақындатқысы келмейді. Себебі ойлайды, бұл бала мен балама зақым келтіріп қою мүмкін, немесе тіпті бұл мен балама жұқып кетуі мүмкін деп айтып жатады. Шын, ондай да бар бізде қазір. Осы орайда Нұрия ханым, сіз қалай ойлайсыз? Ондай бар ғой бізде де. Ата-аналар кейде сөйтіп айтып жатады. Біз айтамыз стигматизация дейміз, біздің стереотип дейміз. Біз қоғам ретінде неге инклюзивті орта қалыптастырғымыз келсе, өзімізден бастағымыз келмейді? Неге біз балаларымызға оны түсіндірмейміз? Әрине, мен сізбен толық келісемін. Басқа спикерлер де дұрыс айтып жатыр. Енді бұл ақпараттандыру мәселесі, ол мысалы шетелдік тәжірибесіне қарасақ, дамыған елдердің, оларда әлеуметтік роликтер шығарады, постер,
халықтың көп баратын жерлерде жарнама болсын, жаңағы сіз айтқандай ақпарат, әлеуметтік роликтер, бірақ өкінішке орай Қазақстанда біз ондай әлеуметтік роликтер көп жатпаймыз. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, мектепте жаңағы норма балалар деп айтамыз ғой, енді ерекше балалар, норма балалар отбасыларында ата-аналар өздері балаларына түсіндіру керек. Осындай ерекшелігі бар, адамдар бар, балалар бар, оларды мазақтамау керек, кемсітпеу керек, қол созып жаңағы ата-аналарға жеткізуіміз керек. Сол жүрегінде мейірім болады, оларға да тәрбие ғой араласса. Сондықтан мен ойлаймын, осы мектептен, балабақшадан бастау керек, осы кішкентай балалардан бастап түсіндіріп, айтып, внеклассный бір ақпараттық жұмыс жақсы, ағартушылық жұмыстар жүргізу керек. Тек қана ата-аналарға ғана емес, мен мысалға қазір айтар едім, мына біздің министрлік тыңдап отырса, осы жүйені мен әрқашанда айтам, ақпарат және мәдениет министрлігіне, ғалым Аида Ғалымқызына. Құрметті Аида Ғалымқызы, оны сіздердің министрліктеріңіз жұмыс істеу керек, осы ата-аналармен ақпаратты беруді. Себебі осы министрліктер жұмыс істемеген кезде, кез келген министрлік дұрыс жұмыс істемеген кезде, ол проблема үлкен болады. Мысалы, жаңа сіз айтып жатсыз, ата-аналар мейірім, егерде ол ата-аналардың өзінде ақпарат болмаса, ақпаратты тиісті органдар бермесе, ол қайдан оны айтады? Кенжеғұл мырза, енді сіз депутат ретінде министрлерді енді былай да офлайнда көресіз ғой, телевизор арқылы емес. Сондықтан да сіз жеке айтсаңыз да болады. Ары қарай осы енді нақты тақырыпқа көшетін болсақ. Мысалы, қараңыздаршы, кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы заң бар екен. Бұл заң 2002 жылы қабылданған. Сол заңның аясында мысалға кемтар балалар дейді, содан бері ол заңға 70-тен астам түзетулер енгізілген екен, бүгінгі таңда. Дегенмен заң әлде қазіргі шарттарға, халықаралық жаңағы құқықтарға сай емес деп айтсақ болады, мысалы конвенцияларға, біз қол қойып жатқан конвенцияларымызға. Сондықтан жұмыс тобы құрылып, жаңа заң жобасын енді ұсынайын деп жатыр біздегі жұмыс тобы парламенттегі. Енді осы қолданыстағы қазіргі бар заң, 2002 жылы қабылданған заң, соның нақты қандай кемшіліктері бар, кім біледі? Кім айта алады, нақты бір аналитика, талдау бар ма бізде? Мен өз басымен айтайын, ата-ана ретінде. Себебі осындай бала тәрбиелеп отырмыз, алысқа бармай қойық, талдау, анализ. Мен өз өмірімнен алған айтайын, жағдайымды. Балам мына қызым, аутизм бар, қазір 12-де, екінші топтағы мүгедек. Енді қандай қиыншылықтар бар бізде? Жалпы осы министрлік деп айтып жатырмыз ғой, бірақ тек қана бір министрліктің құзыретіне кірмейді бұл сұрақ. Бұл жалпы ведомство аралық сұрақ болу керек. Мысалы, қазір ақпарат министрлігі ол мүгедектік бар адамдарға қатысты сұрақтарды әлеуметтік және еңбек министрлігіне соның құзыретіне кіреді деп бір-біріне сілтейді. Сосын оқу ағарту, денсаулық сақтау тағы. Бірақ бұл сұрақтар жалпы сондай, менің арманым Қазақстанда бір бағдарлама болса, осы барлық сұрақтар соған кірсе, шетелдік дамыған елдер сияқты. Осындай бір мәселе. Енді қараңыз, мен ана болғасын, жаңа айтып отырмын ғой, балабақшаға да алмады баламды, жеке мектеп, жеке балабақшаға барды, күзету орталықтарына. Оның екінің бір қалтасы көтере бермейді, 200 мыңдан, 100 мыңнан жоғары 500 мыңға дейін кетеді. Енді мектепке келсек та, қазір мәселе өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде, жаңалықтарда көп айтып жатыр осы мәселе туралы. Енді мені қатты алаңдататын, маған өте маңызды сұрақ, менің баламның тағдыры 15-16 ары қарай жоғары өскен, есейген кезде. Өкінішке орай, тек қана мен ана сияқты емес, барлық осы Қазақстан ата-аналар маған қосылады деп ойлаймын. Осында 15-16, 18, ары қарай 18 плюс менталды бұзылыстар бар мүгедек балалар тағы басқа үйде отырады. Себебі әлеуметтік министрлігінен біз сұрақ бергенде олар айтты, бізде портал бар, сол портал арқылы жұмыспен қамтимыз деп. Бірақ менің екінші сұрағыма жауап бере алмады. Менталды бар бұзылыстар балалар, олар порталға кіріп, өздері жұмыс тауып, өздері ешнәрсе толтыра алмайды. Оны барлықтарыңыз түсіне шығарсыздар. Себебі қазір 12 жастағы балам, оның 4-5 жастағы деңгейінде ақыл ой кемістігі бар деп айтады ғой, енді интеллекті төмен. Ол мен баламды норма баламен
салыстыруға мүлдем болмайды. Өкінішке орай, ол бір мәселе ме, ол балалар үйде отырады, ешқандай жұмыспен қамту бағдарлама мүлдем Қазақстанда жоқ. Осындай балаларға, себебі бұлар сүйемелдеп жүреміз. Екінші сұрақ бізді қатты мазалайтын, 18 жасқа дейін бізге үкімет жәрдемақы төлейді, жаңағы мүгедектік балама, маған, и зейнетақы стажымыз жүреді. Бірақ 18-ге толады ма балам, менен зейнетақы стажында алып тастайды. Сосын екінші жәрдемақын менікін опекун ретінде алып тастайды. Сонда мен баламның жаңағы пособие дейді ғой, жәрдемақысына мен өмір сүру керекпін, және ең минималды пенсияны, маған зейнетақыны 60 000 теңгені маған үкімет береді. Болды. Басқа ешқандай бізде қазір осы ең өткір сұрақтар осы бізге ассоциацияға көп келіп жатыр да, директ бәріне сұрақ жазып жатқан ата-аналарды мазалайтын осы сұрақтар. Қалай өмір сүреміз? Нұрия ханым осы жерде нақты проблемаларды айтып отыр, иә. Мен сіз үшін мына жақта түртіп отырайын осы тақырыптарды, өйткені сіз инклюзия жаңағы жұмыс тобының мүшесісіз ғой, иә. Сол жерге осы жаңа Нұрия ханым айтқан проблемаларды көтеріп, қосып айтсақ, иә, сізге де біз жазып түртіп отырайық осы. Бұл қазір ғана туындаған мәселе емес, біз мысалға өзіңіз білесіз, елді аралаған кезде мәжіліс депутаты ретінде біз жыл сайын қыста, жазда елді аралаймыз. 2 апта бүкіл елді аралаймыз әр регионда. Сонда бұл сұрақ мен мысалға мәжіліс депутаты ретінде сайланған бері бұл сұрақ көтеріліп келатыр. Мен де қолымнан келгенше, өтірік айтпаймын, қолымнан келгенше жаңағы өзгерістерге енгізуге тырыстым. Мысалға қазір бізде мәжілісте балалар құқығы деген не бар, заң, жалпы заң бойынша, бірақ ол жерде сәл ғана түртіп қана кеткен мүгедектігі бар жайлы. Мен бұл сұрақты да министрдің өзіне де қойдым. Бізге жаңағы осы заңды таныстыруға келген кезде бірінші оқылымда біз қабылдадық. Сонда ол уже екінші оқылым кетіп қалды, қазір сенатта. Сенаттағылар енді мен ойлаймын арғы дұрыстап қарайды деп. Сонда мен үлкен сөзді сөйлегем. Неге біздер мүгедектігі бар балалардың құқықтары мен оларға тиесілі мәселелерді шеттетеміз? Ақша бөлу келген кезде, әсіресе үкімет, ақша бөліну керек деген кезде, немесе ақшалы бір нормалар кіргізген кезде, олар айтады, жоқ, теріс жаңағы үкіметтің шартын береді. Мен осыны не үкіметке, не басқалай түсіндіре алмадым. Ол мысалға менің әріптестерімнің, мен депутаттарымның жаңағы депутат әріптестерімнің кінәсі емес. Бұл жерде біз жаңағы үкімет мүшелерімен менің ойымша жұмыс істеуіміз керек. Одан кейін тағы да бір үлкен айтатын, я мүмкін ол да бір бізге деген бір ой қағыс шығар. Қазіргі біздің Қазақстанның экономикасы, бюджеті оны көтермейді деп сондай сөз айтады. Бірақ мен ойлайтам, басқа нәрселерге бөлген кезде, неге мүгедектігі бар балдар, немесе мүгедектігі бар азаматтар шетте қалу керек? Иә, Кенжеғұл мырза, енді мына өзіңіз инклюзия кеңесінің мүшесісіз ғой, енді жоқ, бізде парламентте 2 палата бар, білесіз, иә? Ол инклюзив 2 палата, біреу мәжіліс, біреу сенат. Мәжілісте бізде инклюзивті топ деп аталады, депутаттық топ, ал сенатта ол инклюзивтік кеңес деп аталады. Сондықтан мен ол кісілердің жаңағы жиналыстарына келем, бірақ ол кеңестің мүшесі емеспін. Бірақ міндетті түрде жиналыстарына барам, жаңа сіз айтқан тақырыптарды да білем. Сіздің айтып жатқан ұсыныстарыңызды, мысалға Нұрия ханымның айтқанығын бәрін сіз жеткізе аласыз ғой? Әрине, иә. Яғни сол заң жобасын жетілдіре аласыз, ол жақтағы естігеннің барлығын? Оны тағы да айтам, мен көп азаматтарға да айтам, әлі күнге де қазір де айтам, міне осы телевидение пайдаланып, мен басқа да бізде мысалы қазір біз 6 адамбыз, мүгедектігі бар депутаттар, пайдаланыңыздар, келіңіздер, бізбен араласыңыздар, бізге мәселелеріңізді мына телевидение арқылы емес, Facebook, Instagram, TikTok немесе YouTube арқылы емес, немесе кейбіреулер жаңа хайп жасау үшін ғана емес, бізге келіп көмектесіп, бізде адамбыз, бізде ұмытып кетуіміз мүмкін. Бізге көмектесіңіздер. Өз басым басқалар үшін жауап бермеймін. Өз басым дайынмын. Жақсы, рахмет сізге. Бізге қазір студиямызға көрермен хабарласып отыр. Қосыңыздаршы. Өшіп қапты дейді. Жақсы. Енді жалпы осы орайда айтқымыз келіп отырғаны. Сіз жаңа 2 кеңесті де айттыңыз, біреуі кеңес дедіңіз, біреуі инклюзивтік топ дедіңіз, енді бұл заң қалай, енді бұл бір ғана заң емес қой, бұл көптеген заңдарға деген өзгертулер ғой, дұрыс қой? Қазіргі таңда енді қандай нақты бір 3-4 өзгертуді айта аласыз ба?
Енді мына балдарға келетін заң айта алмаймын, себебі мен қазір өзімде дайындап жатырмын. Ол уже енді жаңа айтқан заң сенатқа кетіп қалды. Бірақ мысалға басқа да мысалы спортқа байланысты, мысалға айта аламын. Қазір үкімет оң қорытындысын берді. Мысалға спортпен айналысқысы келетін, мысалы мүгедектігі бар мысалға балдар, бізде көп спорттар 14 жастан, 15 жастан, 16 жастан да айналысуға болады. Бірінші топтағы мүгедектігі бар балдар немесе мүгедектігі бар спортшылар қасына көмекшісін ерте алады. Бұл мына мемлекеттен бөлініп жатқан көмекшіден бөлек көмекші, кәдімгі спортшы ретінде бөлініп жатқан көмекші қасында жүреді, спортта айналысқан кезде бірге жүреді. Ол бір. Одан кейін мысалға мына брайльмен оқитын азаматтарға мысалға қазір ол екінші оқылымдадан да осы 3 апта бұрын, 4 апта бұрын жаңа ақпарат және қоғамдық қарау деген заң болды бізге. Ол да сенатқа кетті, сенаттың қарауына. Ол жерде де біз осы мүгедектігі бар балдар немесе жаңағы оқу ерекшеліктегі бар балдарға немесе жаңа брайльмен оқытуға тиістілі ақпаратты беруге жаңа кез келген мысалға телевидение басқа да не істеу керек, беру керек. Мысалы сурда қазір өте ризамын сіздерде, мысалы сурда перевод болады. Ол сіздер ғана емес, барлық телевидение, осы бізде қанша 30-40 телевидение бар ма Қазақстанда, солардың барлығы осы сурда нені переводты жасау керек, жасату керек. Сондай өзгерістер жасап жатырмыз. Енді оның бәрін реттеп айта берсек, ол өзгерістер көп. Мысалға былтырдың өзі біз енді 2 секция болды, соның өзінде жаңа өзгерістер қабылдап жатқан өзгерістер көп. Жас Кенжеғұл мырза, бізде қазір жарнаманың уақыты келді, үзілістің уақыты, сондықтан да үзілістен кейін осы тақырыпты ары қарай жалғастырайық. Рахмет. Құрметті спикерлер, біз қазір эфирдеміз, эфирде ары қарай талқылайық осы тақырыпты. Жалпы азаматтарға мүгедектік тағайындау тәртібі қоғамда осы бізде жиі сыналып жатады. Мысалға, өткенде бір кісі Facebook желісінде бір пост жазыпты былай. Енді аяғы ампутацияланған адам әрбір 5 жыл сайын өзінің мүгедек екенін дәлелдеу керек. Сонда қалай ол 5 жылдың ішінде ол кісінің аяғы өсіп кетпейді ғой? Былай қарап тұрсаң. Сонда мына бюрократиялық біздің тәртіп бұл қалай, оған өзгертулер бір енгізіле ма? Жалпы сіздер аналар ретінде айтыңыздаршы, сіздер қандай бюрократиялық кедергілерге ұшырап жатасыздар осы? Мен балам растау. Қазір жасы 10-да деп айттым жоғарыда. Шынымды айтсам 10 жылға дейін әлі біз рәсімдемеппіз мүгедектігі бар екенін. Ол осы жылы ғана маған келді, ұғым, өйткені ол процедура өте қиын болды мен үшін. Ол үшін балам деген жаңағы психоневрология больницада жату керек, ауруханада. Мен үшін үлкен стресс, балам үшін де үлкен стресс. 10 жыл бойы содан қашып келдім. Қазір енді сәл өзгерістер бар. Және де үкімет менің баламның бар екенін білсін деген ұғым келді. Біліп жүру керек. Дәл сондай менің басқа ата-аналар бар, рәсімдемей жүрген. Осы енді ғана бастадық, 3 ай бізді неге тұрғызды, тіркелді. Енді бір бөлек мәселе, енді осал жағына келетін болсақ, білім беру саласында жүйесінде инклюзиялық балаларды білім беру өте қазір осал. Менің балам 3-ші сынып оқушысы, мектептің тьютер дейді, көмекшісі бар, олар баламен қалай айналысу керек екенін білмейді. Балам қашып кетсе, енді Құдайға шүкір жақсы үлкен жұмыстар енгіздік, мектепке барды, жыл сайын бізге сондай не береді. Мемлекеттік мектеп қой, Бином мектебінде оқиды, мемлекеттік мектеп. Сол бала мектепте оқу үшін қазір мен сырттан мамандар тартып, бізде көбіне мінез құлқында ғой проблема. Менде баламның интеллектуал несі жақсы, жүйесі, өзі бағдарламамен оқи алады, бірақ осы поведенческий дейді проблемалар, мәселелер. Сол мінез құлқында мен сырттан бесебей маман шақырып, соларға жоба жаздырып, мысалы 500, 600, 700 мыңға дейін барады. Сол бағдарлама арқылы баламның дұрыс мектепте бейімделуіне өзім ана ретінде көмектесем. Мектепке деген ол түсінушілікпен қарауым деп аталам. Мен андай бір адамдарды сіз дұрыс істемедік деген күтуге менде уақыт жоқ ана ретінде. Мен ол жүйенің үлкен өзгеріс енгізетінін күтетін болсам, бірақ қазіргі кезде кішкентай қадамдар арқылы басқа балалар сол мүмкіндіктері алса деймін. Өйткені әр диагноздың өзінің ерекшелігі бар, сондықтан осы менталдық несі бар балаларға басқа
не керек, дүние керек, басқа белгілі бір жүйелер керек. Мен айтқан кезімде енді мектеп маған айтады, ренжімеңіз, біз бәрін білеміз, біз оқытқанбыз дейді. Балаға телефон береді, бала мектепте қашып жүреді, ол енді былай айтқанда манипуляция баламның тарапынан. Сонда уақытта мысық болып тышқан болып жүгіріп жүреді бірінші уақытта. Сондықтан сондай өзімнің жеке үлесім арқылы балама көмектесемін және басқа ата-аналарға қазіргі таңда. Және жаңағы Нұрия ханымның сөзін қолдағым келеді. Бала, менің ұлым 25 сыныбындағы сыныптастары бар, соларды жақсы эмпатичность дейді ғой, эмпатиялық тәрбие береді. Білесіз бе, сыныбы қандай қолдайды? Мысалы, бізге балаға оның басқа құбылысы, өзгерісі бар екен ата-ана ғана жеткізеді. Байқайсыздар ма, балалар білмейді ол басқа екен. Мен туған көкем, әкемнің туған інісі дауны синдромы бар. Маған дауны нормально болып көрінді, өмір бақи. Ол кісілермен өстім, ол менің туған көкем, ол маған көп нәрсе үйретті. Инклюзия деген осы ғой жалпы. Иә, маған дауны адам басқа емес. Сондықтан бала туылғанда айтпайды, мынау басқа деп, оларға бәрібір. Сол балам больницаға анау судорогымен жатып қалғанда сыныптастары хат жазады ғой, білесіз бе? Ең ыстығы. Ата-аналар дұрыс ұғым берді. Мен жиналыс өткізгенде айттым, баламның өзгерістер бар, балада агрессия жоқ, сіздерге тимейді. Ол жұқпалы ауру емес. Дұрыс ұғым бергеннен кейін сыныптастар іздей бастады, қоштасады. Және мен ойлаймын, демек бізде ақпараттандыру, ағартушылық жұмыстар енді дұрыс болмай тұр ғой, иә? Бізде қазір студиямызға көрерменіміз хабарласып отыр, сұрағы бар екен. Қосыңыздаршы бізге студияға. Алло, қайырлы кеш, біз сізді тыңдап тұрмыз. Саламатсыздар ма? Иә, саламатсыз ба? Мен сізде Алматыдан хабарласып тұрмын. Бірінші топтағы мүгедекпін. Бәрекелді. Естіліп отыр ма? Естіліп тұр, айта беріңіз, иә, біз естіп отырмыз, аха. Соған мені Астанаға реабилитацияға барып жүрмін жылында. Осы 2-3 жылдың көлемі болды мен мүгедектік алғаныма. Маған қазір самолетке ақшасын төлемей қойды биылғы барғанымды. Май айында болған. Заң бойынша сізден ондай жәрдемақыны алып тастады деп. Сұрағыңыз? Сол сұрағым неге төленбейді бізге самолетке? Менің нөмірім жазып. Екінші сұрағым бар еді тағы. Иә. Айта беріңіз. Екінші сұрағым, мен зейнеткермін. Иә. Иә, сіздің нөміріңіз шықса мен жазып алайыншы. Иә, сізге депутат мырза тікелей эфирде өзінің нөмірін айтам дейді, жазып алсаңыз болады. Иә, мен тек қана бұл кісіге емес, жалпы Қазақстан азаматтарына айтқым келеді. Бізде ыстық желі немесе горячая линия дейді. Мына омбудсмен ретінде сайланғаннан бері біз оны іске қостыңыздар? Иә, іске қостық. 8-702-282-61-83. Өздеріңіздің есімдеріңізді, аты жөндеріңізді айтып, сұрақтарыңыз сол жерге қойсаңыздар болады. Қолынан келгенше жауап беруге тырысам, таңертең жауап бермесем, кешкі 6-дан 9-ға дейін міндетті түрде жауап берем. Себебі таңертең енді жұмыстарым бар, сондықтан осы линияға хабарласыңыз. Немесе біздің сайтымыз бар, socialombudsman.kz деген. Сол жерде өздеріңіздің жаңағы сондай форма бар, сол форманы толтырып жіберсеңіздер де болады сұрақтарыңызды. Керемет. Енді біздің депутат мырза тек қана депутат қана емес, сонымен қатар қоғамдық жұмыс бар, омбудсмен ретінде өзінің нөмірін сайтын береді. Әрине, психолог маман ретінде емес, қазіргі осы алаңдағы талқыланып жатқан тақырыпқа байланысты, неге жаңағыдай жәрдемақы төленуі солай бекітіліп толық қалмайды, неге белгілі бір жәрдемақылар алынып тасталынады, мүмкіндігі шектеулі мүгедектігі бар адамдардан. Мысалға, осыдан 7 жыл бұрын менде мүгедектік болды. Оны жыл сайын солай өтіп отырып, ол 2 жыл менде болды да, кейін алынып тасталынды. Яғни, мен ойлаймын, ол мүгедектік әрбір диагнозға жеке-жеке тоқталады емес, жалпы сыртынан мүмкін бір жеке бір тармақтарды қамтымай, жалпылама алынады. Сонда, мысалы, мен сияқты диагнозы бар адамдар, біз бірге соны өтіп жүретін едік комиссияны. Сол кездерде ол диагноз алынып тасталмай, өзінің денсаулығын реабилитациядан өтіп, өзін сақтап,
бейімдемей мүгедектік ода жыл сайын қалып отырған адамдар бар. Мысалы 5 жылға 7 жыл сол менімен бірдей диагнозбен мүгедектікте жүрген. Маған ол 1,5 жылға берілді. 1,5 жылдың ішінде мемлекет тегін реабилитация берді. Мен барып сол емдерді алдым және барлық маған берген тапсырмаларды орындадым, ем-домды қабылдадым. Солай мен олдан сауығып мен шығып кеттім. Сол кезде мен көп көрдім адамдарды, жаңағы арбада отырғандар бәрі осының өзін қайтадан өтіп жүреміз деп. Сондықтан бір сырттан көзге көрінетін мүгедектік ар жағы осылай тармақталып бөлінбейді. Және мен ойлаймын, қасымызда Нұрия ханым айтып тұрған диагноз бойынша аутизм немесе тағы сондай ауытқулары бар адамдар, балалар ментальды ауытқулары бар. Ол балалардың дамуымен жұмыс істеп, қалыпты өзін алып жүретін қып, атана қосып жіберетін болады көп жағдайда, кішірек кездерінде. Сондықтан ол да сіздерде бөлінеді, ауыр деңгейі, орташа, жеңіл деңгейі деген сияқты. Сондықтан көбірек атана өзі жұмыс жасап, соны қоғамға тұлға ретінде өзін алып жүретін адам ретінде қосып жіберуге көбірек мемлекет жағдай жасайды да, осы нәрсені қарап күтетін сияқты. Сондықтан баламен жұмыс жасап, мысалы алдымызда тұр қазір ана өзінің баласымен жұмыс жасап, инклюзивті орта тіпті құрып сол жерге қосқан. Және бұл өте жақсы қолданат жалпы басқа өзге ата-аналар тарапынан да, егер сыныпта осылай белсенді бір ата-ана болса. Мысалға қазір мен сіздерді мүмкіндігі шектеулі мүгедектігі бар балалардың ата-анасы ретінде, мысалы сіз арнайы бағдарлама керек дедіңіз, Нұриза ханым. Бірақ ол қандай бағдарлама? Нақты. Мысалы сіз не күтесіз? Ол қандай бағдарлама сізге керек екен, сіздер білу керексіздер менің ойымша. Сіздер соны айту керексіздер. Осындай бағдарлама. Менде осындай жоба бар, сондай ұйымның басқармасы ретінде тіпті депутат болып ортаға кірген. Осы орайда мысалға жаңа әлеуметтік жағын айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік көмек керек деп. Енді сіз психолог маман ретінде қалай айтасыз? Қалай ойлайсыз, әлеуметтік қана емес, психологиялық тұрғыдан да көмек керек қой, әсіресе ата-аналарға. Мысалға әрине, мысалға Гүлмира ханым енді позитивті түрде қазір айтып жатыр, барлығын бізге түсіндіріп жатыр, бірақ әрине қиын кездерде болады ғой ата-аналарда. Айтыңызшы, Нұрия ханым, қолы түседі ата-аналардың, кейде сенбейсің, әрі қарай қалай болады деген, кейде күйзеліс кездер болады. Сол кезде ата-аналарға не айтар едіңіз? Психологиялық көмек бұл кісілерге өздері арнайы құрылған орталары бар, мен білем, әрбір қалада сондай мүгедектігі бар балалардың ата-аналары бір группада, бір топта отырады, және ол кісілер арнайы бір қоғамдық орта ретінде бірлескен өздерінің өткізетін жиын шаралары бар. Мысалға мен сол ата-аналарға көмек ретінде сондай бір тренинг, семинарлар өткіздім, өзім басынан 2 рет болды. Арнайы орталықтар шақырып алып, сол кісілерге кеңес беріп, сол кісілермен бір психологиялық жұмыстар жасауға. Сондықтан орталықтарға тіркеліп солай тұрғаннан кейін бұл кісілерге психологиялық көмек те беріледі. Және бұл кісілер өздері бір-біріне жақсы көмек қолдау көрсетіп жатады. Нақты бір кеңесіңіз бар ма? Мысал ретінде қазір теледидардың алдында сондай ата-аналар отырған шығар, бір нақты кеңес, бір көмек естігілері келіп отырған шығар. Соларға бір кеңес айтыңызшы, бір үндеу айтыңызшы, не істеу керек? Бірінші кезекте ата-ана, осы мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-анасы бұл нағыз ата-ана. Басқа ата-аналар бала ата-ана. Яғни бала дегеніміз басқа мүмкіндігі шектеулі баласы жоқ ата-аналар, бұлар кішкене өздерін мүмкіндігі шектеулі ата-ана сияқты ұстайды. Яғни баласынан көмек күтеді, баласынан сен мен сөйтесің, сен мен бүйтесің деген сияқты нәрсені күтеді. Міндет бар, міндетсінеді осылай. Ал мүмкіндігі шектеулі баласы бар ата-ана ешқашан міндетсінбейді, баласынан еш нәрсені күтпейді. Сондықтан қайтымсыз, ешқандай несіз осындай ерекше үнемі өздерін дамыту және сол баладан ештеңе күтпегеннен кейін оны бір тұлға ретінде өмірге қосып жүруде ол кісілер өте ерекше бір рухани деңгейде болады. Сондықтан бірінші кезекте сіздер нағыз ересек ата-анасыздар деп мотивация сондай шабыт бергім келеді. Өзге ата-аналар сіздерге қарап, баласы қайткен күнде мүмкіндігі шектеулі емес, баламен айналысатын болса, өте тамаша ортаны, қоғамды біз қалыптастырушы едік, жақсы балаларды. Яғни баланың тәрбиесімен айналысу, балаға көңіл бөлу, баламен жұмыс жасау, баланың дамуына ерекше үлес қосу, бұны үздіксіз жасайтын ата-аналар бұл кісілер. Осыдан үлгі алу осы кісілерден, со жағынан. Яғни біз бір ата-ана ретінде бір алдыға сүйреп келе жатқан бір жандай ортамыз, локомотив деп жақсы айтып жатыр. Сондай ортамыз. Бұл маған кішкене жігер береді. Яғни маған көп жүк
артылған екен, ол жүкті көтеру маған берілген екен деген сияқты мотивация береді. Бұны нағыз батыр ата-аналар жыл сайын медальді осы ата-аналарға беру керек. Өйткені шынымен де өте үлкен жұмыс істеп жатыр. Иә, кейбір ондай бар, бірақ кейбір ата-аналарды айтуы мүмкін, шаршадым деп. Олай да шаршағандар бар. Иә, жаңағы бұл жерде біздің айтып жатқанымыз осы шаршап жүрген арасында жаңағы ылғи да, мысалы 4 баласы бар ата-ананы білемін, 3 баласы өте жақсы, ешқандай ақауы жоқ. Гүлмира ханымның өзі де мысалы бірнеше баланың үшеу ғой деймін, балаңыз. 3 баланың мысалы сол біреуі ғана мысалы, қалғандарына да көңіл бөлу керек, қалғандарына да уақыт бөлу керек. Соның барлығы келген кезде ол ата-ана сгорание дейді ғой, яғни ол ішкі ресурстары бітеді. Сондай біткен кезде бізде сондай көмектесетін, қолдау жасайтын орталықтар жоқ. Біздің айтып жатқан, мен де жаңа алдында былтырғы есімде, былтырғы ғой деймін, бірінші сессия кезінде көтерген сұрағым бар. Сол кезде де айтқам, ата-аналарға көмектесетін, жалпы осындай жиындарда айтатын, ата-аналарға көмектесетін, соларға қолдау жасайтын. Және де мен осы жақында Америкаға барып келдім. Көмек психологиялық тұрғыдан. Спешл Олимпиктің айтып жатқан, қазір олар үлкен бағдарлама жасап жатыр екен, $1 миллион соған салып. Осы ата-аналарды оқытатын, соларға көмек көрсететін бағдарлама жасап жатыр. Ол айтады, біз балдармен міндетті түрде жұмыс істеуіміз керек, бірақ сол балдармен бірге, баласы бар ата-аналармен де теңдей бірге жұмыс істеуіміз керек. Себебі оларға да, ата-аналарға да бір көңіл ма, мемлекет жақтан бір, міне сіздер жаңағы жұмыс жасап жатсыздар, міне сіздерге бір көңіл ма, мысалы біздің партияның да айтып жатқан мәселесі бар. Жаңа мына жерде ассоциацияның президенті айтып кетті, есіміңіз кім еді? Нұрия ханым мысалға айтып кетті. Біз мысалы ол мәселені көтеріп жатырмыз. Жаңағы кейбір ата-аналар бар, осы 16 жыл, 20 жыл жұмыс істейді да, ешқандай пенсиялық ештеңе қоры жоқ. Бірақ балдар кейбірлері қайтып кетуі мүмкін, кейбірлері жаңа ересек болуы мүмкін. Ал олар жаңағы ешқандай үкіметтен көмек алып жатқан жоқ. Қазір біздің жаңағы көтеріп жатқан мәселеміз осы мүгедектігі бар ата-аналарға мысалға 2 жаста немесе 3 жаста мүгедектік таңылса, содан бастап ол сол баланың несі, шыны керек көмекшісі, қасында жүрген серігі, ол тьюторда бола алады. Ол мысалға барлығы болады. Мен мысалға жұбайым осы біздің баламыз үшін шыны керек мені тастап, жалғыз үйде қалдым 4 айға, бала үшін біз мысалға 4 айға реабилитацияға Алматыға бардық сол үшін. Ол сол жерде мұғалім болды. Осындай ата-аналарға не істеуіміз керек, үкімет көмектесу керек. Басқа жерден ештеңе іздеп керек емес, дайын міне, дайын не тұр, маман тұр. Соға жай ғана пенсия жағынан, басқа жағынан да біз қазір осыны айтып жатырмыз, үкіметке сондай ұсыныс беріп жатырмыз, қарастырыңыздар деп. Сен дайын тұрған маман, ол тек қана өзінің баласын емес, басқа баланы да оқыта алады бірге. Жақсы, біздің енді студиямызда уақыт деген зымырап өтіп жатыр да, қазір бізде қайтадан үзілістен кейін ары қарай осы тақырыпты қызу ары қарай талқылайтын боламыз. Біз эфирдеміз, бізде эфирден де тыс қызу талқылау болып жатыр. Жалпы жаңа үзіліс кезінде де талқылап жатырмыз ғой, қоғамда кейбір ата-аналар балаларының мүгедектігі бар екен, қабылдағысы келмейді, қабылдай алмайды, қабылдау қиын деп жатады. Осы орайда сіз де жаңа Кенжеғұл мырза айттыңыз. Осы орайда бірінші әлеуметтанушы ханымнан сұрайықшы, Жұлдыз ханым, сіз қалай ойлайсыз, қалай ата-ана қабылдау керек? Бізде қоғамда екі түрлі қатынас бар. Мүгедектігі бір балаларға қатысты. Егер де баланың көзге көрінетін ақауы болса, қабылдайды ата-ана. Енді бір қол жоқ, аяғы жоқ, құлақ естімейді, көзі көрмейді. Ал егер де менталдық тұрғыда қандай да бір ауытқу болса, ата-аналардың көпшілігі қабылдаудан бас тартады. Біз осы орайда біз қазақылық деп айтайын десем, ол да біздің бір менталдық ерекшелігіміз өзімізге тиеді ғой, бірақ біз бір сондай бір қарабайырлыққа салынып, оның әкесі де 5 жаста сөйлеген, атасы 10 жасында жүрген деп бір ескі шілдікке салынып, бір медицинаға жүгінуден бас тартып, қандай да бір емші, тәуіп дегендерді кезіп кететін ата-аналарды. Көбіне үлкен кісілер қабылдамай жатады ғой, апа-аталар қабылдамайды. Әрине, ата-аналық тұрғыдан өте қиын балаңның диагнозын қабылдауды, мойындауды ауыр екенін түсінемін. Бірақ
сіз бала мен ересек деген өзі енді ата аналық бала қатынасында біз ересек позициясында болғандықтан біз түсінеміз ғой баламыздың жаңағы қандай да бір ақауы бар екендігін. Сондықтан бірінші кезекте жаңа сіз депутат мырза да айтып жатыр, мен жаңа Америкаға барғанда ата аналармен ақпараттық жұмысқа қаржы бөлінген деп. Дәл солай, егер де бізде енді бірінші кезекте біз баламыздың ауытқуын менталдық тұрғыда ауытқуы бар болса біз невропатологқа барамыз ғой, яғни мен ойлаймын, невропатологтың кабинеті как фильтр сияқты ата-аналарды сүзіп, уже предварительный учетқа есепке алса, сол ата-аналармен қабылдауға жұмыс істеу керек деп ойлаймын бірінші кезекте. Себебі сол аралықта біз көп уақыт жоғалтамыз. Себебі бір ата-ана, сіз айтып отырсыз, 3 жыл қабылдамаймын, 5 жыл қабылдамаймын. Менталдық тұрғыда ауытқуы бар балаға психолог ханым да мен сөзімді растайтын шығар. Бұл әрбір уақыт өте құнды. Ол уақытты жоғалтуға ата-ананың ешқандай құқығы жоқ. Кенжеғұл мырза, жаңада айтып қалдыңыз, ұлымның диагнозын қабылдамаймын деп. Мен ол қызымның өзімді диагнозын мысалға мен көпке дейін қабылдамадым. Қиын. Өзім мысалға көзі көрмейтін мектепте де оқыдым. Мектептен кейін университетте де оқыдым. Менің бірнеше дипломым бар, бірнеше тіл бар. Әлі күнге дейін мен мысалға ересек жасқа дейін, ұмытпасам 35 па 30 жасқа дейін мен Жапонияға оқып барып қана мен өзім ерекшелігімді қабылдадым. Сол жерге маған шыны керек, сол жерде оқу бір серпіл берді, бір ерекшелік берді. Содан кейін барып мен түсіндім, содан кейін барып мен оған дейін де мен азаматтардың құқығын қорғадым, одан кейін мүлдем қатты қорғадым, мүлдем қатты қабылдадым. Одан кейін, бірақ қазіргі күнде жаңада айттым, әлі күнге дейін мен мысалға миллиондап емес, енді өзімнің шамам деңгейінше, мысалы қызымның оқытуына да әр жерге жаңағы біз мысалы осы Астанада болсын, Алматыда болсын бармаған мектебіміз жоқ. Анау мектеп жақсы ма, барамыз. Анау мектеп жақсы ма, барамыз. Мына орталық жақсы ма, барамыз. Бармаған жеріміз жоқ мысалы. Не үшін? Қызымыздың жақсы болып кету үшін, тілі ашылып кету үшін, жаңағы қоғаммен байланысып кету үшін. Әлі күнге дейін мысалға 3-ші ай ма 4-ші ай мектепке мен айтамын, өзгеріс жоқ қой, тағы басқа мектеп іздейікші. Бұдан да басқасы бар шығар. Бұдан да басқа мен жаңағы шетімізді қысқартайық та, бұдан да бөлек жаңағы не тейік деп, спонсорлар іздейік, басқа жерге апарайық, қымбат болсын, не болсын деп. Қоғамдық кірігуге қандай да бір жағдай тудыру ғой негізі. Тез кірігіп кетуіне баланың барынша мүмкіндігінше, енді ол жаңағы баланың деңгейіне байланысты. Мысалы бізбен жұмыс істейтін, мысалы менің мысалға әйелмен де жұмыс істейтін ден дұрыс, мысалға осы сіздің мүгедектігіңізді қабылдауыңыз керек, мысалы ден дұрыс психолог жоқ. Осы үкімет соны алу керек оқытуға. Айтып жатыр ғой, қазір оқытып жатырмыз деп, мысалға өткенде министр мырза да айтып жатыр, PhD-ге де байланысты оқытамыз, осы мүгедектікке байланысты, мүгедектік алуға байланысты, мүгедекті беруге де байланысты, мүгедектікті жаңағы ерте, мысалы балалардың ерте мүгедектігі алуына байланысты, ранний интервенция дейді, жаңағы early intervention дейді ағылшынша. Соның барлығын біз жаңағы PhD-ге де оқытамыз, олар да айтып жатыр. Бірақ енді ең бастысы менің айтатыным, жаңағы осы Америкаға да барып көргенім, ата-аналармен жұмыс істеу керек. Тағы да айтам, ата-аналар деген мына еңбек ресурсы да болсын, басқа жерде болсын, мына тьюторға да болсын, басқа да болсын, ата-ана не ең мықты, ең үкіметтің былай айтқанда күшті қолшақпалардың біріне айнала алады. Күшіне де, қуатына да айнала алады. Жақсы. Серікгүл ханым, осы орайда психолог ретінде сіздің пікіріңіз, сіздер психолог ретінде сіздерге мысалға ата-ана келіп отыр, баласының мүгедектігі бар. Сіздер не айтасыздар? Сіздер мысалға мотивация бересіздер ма? Мысалы ретінде барлығы жақсы болады, сосын жазылып кетер, қолға өздеріңіз алыңыздар. Немесе сіздер айтасыздар ма? Қабылда. Осындай бар. Сен бұны қабылдап жеңу керексің деп айтасыздар ма? Яғни бірінші кезекте диагнозға қараймыз. Диагнозы қандай? Мысалға көп жағдайда жақсы психоанализ бағытынан келген сондай психологтарды алатын болсақ, олар негізі ментальды ауытқуларды дәрігерлерден ерте байқайды. Яғни кішірек кездерінде байқайды. 1 жасында ескертулерді айтады. Мен қанша балаларға ескертуді айтқам, қазір олар 5-ке 6-ға келді, оларда диагнозды медицина 5-6 жаста тағайындады. Оған дейін мен айтқам, мынада сондай ауытқулар болуы мүмкін, сондықтан ата-аналар қабылдағысы келмейді, қабылдамайды, ата-ана тыңдамайды. Сонда жалпы бір осындай бір ақпараттарды, тиімді ақпарат, кеңес берілген кезде, мынандай арнайы техникалар берілген кезде, осы нәрселерді сіз сақтаныңыз, ұстаныңыз. Сол кезде балада диагнозды подтверждать етпейді. Әйтпесе медицина бұны сізге бекітіп береді 5 жас, 6 жасында. Ол ата-аналар естімейді.
сондықтан жалпы бір естімейтін ата аналардың құлағын ашуға, өзін дамытқысы келмейтін ата аналар дамытуға, сондай нәрселерге психолог өзі төтесінен кіріп келіп еш нәрсе жасай алмайды. Ал оқиға болып қалды, осы диагноз бекітілді, содан кейін келген ата анада бірінші баланың жасына қарап, екінші диагнозына қарап, диагнозын психология қалай бұны түсіндіреді, ол жерде қараңыз. Жаны саудың тәні сау, тәні саудың жаны сау емес. Яғни ата-ананың қаншалықты жаны сау, ата-ананың стрессқа төзімділігі, ата-ананың психологиялық саулылығы мына баланың дұрыс қоғамға қосылып кетуіне бірден бір себеп нәрсе болып есептеледі. Сондықтан ата-ананың өзімен жұмыс жасаңыз, бұл кәдімгідей ауқымды жандай уақыт алатын жұмыстар. Нұрия ханым, осы орайда қуып жетуге болатын диагноздар бар. Осы орайда, мысалға, сіз ата-аналар қауымдастығының арасында жүресіз ғой, ата-аналар шынымен де кейбір ата-аналар қабылдағысы келмей ма? Ондай проблема бар ма? Әртүрлі ата-аналар бар. Енді өзіне қиын шығар осы сұрақты қабылдау, себебі Ондай ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Енді барынша айтып түсіндіремін, өзім үлгі ретінде, өзімнің баламның үлгісінде айтам, неғұрлым ерте осы түзету жұмыстарын, педагогикалық коррекцияның, тағы басқа медициналық өзінің зерттеулері, оны да қосып, неғұрлым ерте түзету коррекцияны бастағанда сол нәтижесі жақсы болады. Ол әлемдік тәжірибе. Біз бала үшін, яғни бала үшін ертерек қабылдаңыздар дейсіз ғой? Иә, әрине. Кейбір ата-аналар мысалға бір баласы мүгедектік болып қалса, көпке дейін мысалға баласы болмауы мүмкін. Мысалы, мен өзім ситуация, мысалы, біздің қазір қызымыз уже 7-ге қалды, біз әлі күнге дейін 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші балаға жоспарлы 7-ші балаға да. Кенжеғұл мырза, кешірім өтінем, бізде студияда қазір уақыт шектеулі, өкінішке орай, енді осымен студиямыздағы жұмысты, ары қарай эфирді аяқтауға тура келеді. Ең бастысы, әрине, балаларымыз аман болсын. Сау болыңыздар.